Сәлем құрметті достар, бүгінгі видеода өзім уәде еткендей қалай арықтап салмақ тастайтын тәсілді айтамын. Видеоны жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Өйткені қазіргі уақытта арықтағысы келетін адам көп, себебі қимыл қозғалыс аз, бәрі кнопкамен істейді. Кнопкамен отырып алып істей береміз. Көбіне отырыс, сондықтан да бұны арнайы сіздер үшін шығарып отырмын. Шай ішіп отырып арықтайсыз, яғни нақтырақ айтқанда алтай емдік шөптерін шай секілді ішіп отырып арықтайсыз. Бұл шөптің адам ағзасына пайдасы: зат алмасуды жақсартады, денедегі майларды ыдыратады, майлар еріп кетуді күшейтеді, салмақты азайтуға көмектеседі, асқазан ішектерінің жұмысын жақсартады, клетканы тазартады, шлактар мен токсиндерді ағзадан шығарады, аппетитті азайтады. Құрамында ромашка, облепиха, хвощ, цвет подсолнуха, черника, кора крушины, лапчатка, кукурузный рыльца, можжевельник, брусника, репешок деген шөптер бар екен. Қолданылуы: 0,5 литр қайнаған суға 2 үлкен қасық шөпті саласыз. 30 минут тұндырып қоясыз. 0,5 стаканнан 2-3 рет бір күнде ішесіз. Қолдануға болмайтын жағдайлар: аяқ ауыр және емізіп жүрген аналарға, ішер алдында дәрігерден кеңес сұраңыз. Бұл шөп жиынтығын заказ беру үшін описанияны қараңыз, толығырақ сонда жазылған. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.